басқармасының басшысы облыстық облыс әуездің докладын тыңдайық. Азамат Саматұлы. Күн тәртібіндегі мәселеге байланысты қосымша баяндама жасағанда, бірінші, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің басшысы Асайынов Бауыржан Әділханұлы. Үшінші, қоғамдық кеңестің әлеуметтік және мәдени даму мәселелері жөніндегі комиссия атынан комиссияның ұсынысы бойынша төрағасы емес, осы бүгінгі күні Тұлышбай Мәдина Кенжеғалиқызы ханым сөйлейді деп отырмыз. Өздерінің ұсыныстарының бойынша. Қарсылық бар ма? Қарсылық болмаса дауысқа қоямын. Қалыс қалған жоқ, қабылданды. Сіздердің назарларыңызға келесіге жұмыс регламенті ұсынылады. Негізгі баяндамашыға 10 минутқа шейін деп отырмыз. Енді артық кетсе айтар. Қосымша баяндамашыларға 5 минут, 7 минут аралығында, сөзге қатысушыларға сұрақ пікір айтушыларға 3 минутқа шейін болады. Уақыт берілсін деген ойымыз бар, ұсынысымыз бар. Қарсы бар ма? Дауыс берейік онда. Қабылданды. Баяндама жасау үшін сөз кезегі облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы облыстық қоғамдық кеңестің мүшесі Мәмбет Азамат Саматұлына береміз. Мақсат тыңдайық. Құрметті Максим Шафиқұлы, құрметті Жаслан Оралұлы, құрметті әріптестер, мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы тақырыбында баяндауға рұқсат етіңіздер. Мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік қорғау 2005 жылы Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы заңының және осы заңның туындайтын нормативтік құқықтық актілердің жүзеге асырылады. 20 жылдан бастап өздеріңізге белгілі пилоттық режимде мүгедектігі бар адамдарға техникалық оңалту құралдарын 24 түрлі әлеуметтік қызмет порталы арқылы беріліп бастады. Яғни бұл әлеуметтік портал біздің ТМД елдерінің арасындағы қазіргі таңда аналогы жоқ жүйе. Осы жүйе 20 жылдан бастап республикада жүзеге асырылып келеді. Ол өзінің жақсы нәтиже бергеннен кейін 21 жылдың 1 қаңтарынан бастап республика бойынша мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік қызмет порталы арқылы техникалық оңалту құралдарымен санаторий курорттық емдеу қызметі, жеке көмекші және ымдау тілі мамандарының қызметтерін қамтамасыз етеді. Әлеуметтік қызмет порталы автоматтандырылған ақпараттық жүйесін енгізу, мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспар шеңберінде қарастырылған. Портал мүгедектігі бар адамдардың оңалту техникалық құралдары мен қызметтерін өндірушіні және жеткізуші өз бетінше таңдау мүмкіндігін береді. Көмек түріне тапсырыс беру көрсетілетін қызметтің алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен растау арқылы жүзеге асырылады. Яғни бұл жерде мемлекеттің, яғни сыбайлас жемқорлықтың фактілерін жою мақсатында бұл жерде мемлекеттік органдар жаңағы осы жүйеде соңғы яғни қабылдап алу кезінде және де мына гарантиялық уақыт өткеннен кейін ғана қатысады, яғни әкелген затқа жаңағы қабыл алғаннан кейін тиісті қаражатын бөлек болды. Ал қалған уақытта жаңағы қолданушылар мен жеткізушілер арасындағы интернет бұл жүйе. Портал мүгедектігі бар адамдарға бүгінгі күні порталда арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін 28 медициналық әлеуметтік мекеме, яғни бөлімшелер бір техникалық құралдар бойынша жеке кәсіпкерлер бар Жылыой ауданынан және де 1069 жеке көмекші тіркелген, 233 ымдау тілі қызметтері және бір санаторий, яғни былтырдан бастап біздер осы қалалық Атырау санаториясын осы порталға енгіздік. Яғни қазір бұл әлеуметтік жеткізушілеріне де үйіп тұр. 2022 жылдың қорытындысымен мүгедектігі бар адамдардың техникалық оңалту құралдары мен санаториялық курорт қызметіне жеке көмекші мен ымдау тілі қызметтерін қамтамасыз ету мақсатында 17583 мүгедектігі бар адамның әлеуметтік қызмет порталына өтініш келіп түсті. Оның 16257 мүгедек, яғни 92,5% қамтамасыз етілді. Осы жылдың басынан бастап әлеуметтік қызмет порталы арқылы 1337 мүгедектігі бар адамның оңалту техникалық құралдарына 170 ымдау тіліне қызметіне 1069 жеке көмекшінің қызметі алды. Қолдауға арналған байланыс орталығы, яғни 1414 бірыңғай нөміріне қоңырау шалып, тілді таңдау және 5 санын басу арқылы немесе бірыңғай 109 нөмірі порталды пайдалану бойынша кеңес алуға, сұрақтармен хабарласуға болады.
Өз кезегінде қалалық аудандық жұмыспен қамту бөлімдері өзіне қызмет көрсету бұрыштамаларында орналасқан. Бүгінгі күні мүгедектігі бар адамдарға облыстық мүгедектер сауықтыру орталығы және 3 арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы коммуналдық мекемелер қызмет атқарып келеді. Бұл мекемелерде барлығы 1462 адам қызмет алады. Атырау қаласында және аудандарда тұратын өзгенің көмегінің мұқтаж 571 жалғызбасты қарттар, мүгедектерге 108 әлеуметтік қызметкер, мүгедектігі бар 275 балаға 73 әлеуметтік қызметкер үйден қызмет көрсетеді. Облыстың 7 аудандарында жартылай күндізгі стационарлық үлгіде күндізгі болу бөлімшелерінде 143 бала қызмет алады. Әлеуметтік қызмет көрсету, Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрінің 2013 жылғы автомобильдік көлігінің мүгедектерін тасымалдау жөніндегі қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде облыста инватакси қызмет жүзеге асырылып келеді. Қазіргі таңда 22 жылы 54 инватакси мен оның ішінде 11 арнайы жабдықталған, 43 жабдықталмаған әлеуметтік таксилер, яғни 2500 қозғалуда қиындығы бар мүгедектерге 78-нан астам тасымал жасалды. Инватакси қызметін 2022 жылы бізде мына слайдта көрсетіліп тұр, әлеуметтік жеткізушілер қатысады. Бұлар мүгедек әлемі, Сенім шыңы, Махат қоғамдық бірлестігі, Генстат, Мөлдір көл және Ақжол қоғамдық бірлестіктері. Атырау қаласы бойынша инватакси қызметтерін көрсетуге арналған объектілердің және белгіленген пункттердің тізбесін кеңейтіліп, жаңадан объектілер қосылды, яғни базарлар, сауда орталықтар, дәріханалар, қазпошта бөлімшелер, банктер қосылды. Бұл жаңағы облысымызда үкіметтік емес ұйымдар көп балалы аналардың ішіндегі мүгедектігі бар балаларға аналар осылай ұсыныс берілді. Қала әкімдігі және аудандар осындай өзгеріс енгізілді инватакси қызметіне. Сонымен қатар Атырау қаласында арнайы 2 автобус автокөліктер көмегімен тәулік бойына такси 50% жеңілдікпен ақылы түрде жеке шаруалармен қаланың кез келген нысандарына жеткізу қызметі көрсетіледі. 2023 жылдың 2 айына, яғни пролонгациямен қазіргі осы 54 инватакси 480 қозғалуды қиындығы бар мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсетуде, яғни пролонгациямен жаңа былтырғы жылдың аяғында келісімшарты осы әлеуметтік жеткізушілермен жасақталды. 54 инватакси қызметтерінің ішінде аудандардағы медициналық әлеуметтік бөлімшелердің балаларын таситын инватаксилер де бар. Бұл мысалы Исатай, Интер, Құрманғазы, Махат, Махамбет аудандарындағы бөлімшелердің инватаксилері түгелдей арнайы жабдықталған. Жергілікті жер бойынша қызмет атқарады. 23 жыл Атырау қаласы және 7 аудандарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде инватакси қызметі бойынша конкурстар жариялануда. Сонымен қатар 23 жылда инватакси қызметі бойынша 586 мүгедектігі бар адамға 28 инватаксиге қажеттілігі бар. Қосымша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіне келетін болсақ, бізде Атырау қаласында 6 мен 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға ипотерапия оңалту және 3 жастан 18 жасқа дейін Атырау қаласы мүгедектігі балаларының күндізгі жартылай стационар жағдайында арнайы әлеуметтік қызметтер қамтамасыз ету шаралары бойынша барлығы 430 мүмкіндігі шектеулі балаларға, яғни мына айтып өтетін болсақ, дети будущее страны қоғамдық бірлестігімен әлеуметтік қызмет көрсетілді. Халықтың осал топтарының бірі аға буын азаматтарға белсенді ұзақ өмір сүру үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде Атырау қаласында Институт общественного здравоохранения мекемесі қызмет азаматтарға тиісті қызметін көрсетіп келеді. Өз кезегінде Атырау қаласында Балықшы мөлтек ауданында Байжігітова 80 көшесінде орналасқан аға буын азаматтарға белсенді ұзақ өмір сүру орталығы биыл ашу жоспарлап отырмыз. Бұл яғни бұрынғы көші-қон полициясының ғимараты қазір күрделі жөндеу жүргізіліп, наурыз айында осы бұйыртса ашу жоспарлап отыр. Сонымен қатар әлеуметтік қолдауға мұқтаж азаматтар үшін әсіресе мүгедектігі бар жандарға Атырау қаласында, яғни Сақтаев көшесінде сон ғимаратында отбасы қолдау бөлімшесі жұмыс жасайды. 16 әлеуметтік кеңесшілер қызметін көрсетеді. Отбасы қолдау орталығында азаматтар жалпы қабылдап түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Мүгедектігі бар жұмыссыздарға алынған жұмыспен қамту шаралары. Яғни 22 жылы жұмыспен қамту орталықтарына бізге 711 адам мүгедектігі бар адамдар хабарласты. Оның 787-сі біздер тиісті әлеуметтік қолдаулар көрсетіп, жұмыспен қамту талабын қамтыдық. Оның ішінде тұрақты жұмысқа 275 адам қабылданды. Мемлекет тарапынан субсидияланып уақытты жұмыс орындары бар, қоғамдық жұмыстар, тағы да басқа. Жұмыс орындарына 130 адам біздер қабылдадық. Қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар алғаш жұмыс орнына жобасына
үш жасты жіберді, біз ұрпақтар келісімшарты бойынша бір адам кеттік, 13 жас жобасы бойынша 4 адамды жұмысқа орналастырдық. Оқуға ынта білдірген адамдар қатарына қысқа мерзімді оқу курстарына 150 мүгедек жұмысшы мамандығы бойынша жолданды. Кәсібін ашу уақытын мемлекет тарапынан қарастырылған қаражат есебінен, яғни 400 айлық есептік мөлшерінде 30 адамға мемлекеттік қайтарымсыз грант беріліп, өз істерімен айналысып жатыр. Яғни осы 30 адам қасына бір қосымша бір адам алып, 30 жұмыс орнын құрып жұмысын атқарып жатыр. Бұл шаралар 25 жылдар арналған, 21-25 жылдар арналған кәсіпкерлік дамыту жөніндегі ұлттық жолға шеңберінде жүзеге асырылады. Код арқылы мүгедектігі бар адамдарға есебінен 64 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Кодын орындамайтын мекемелер тізімі шара қолдану бағытында 90 сайын біздер облыстық прокуратура және мемлекеттік еңбек инспекциясына біздер тізімді жолдап отырамыз. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарлама басқармасы тарапынан тексеру функциясы болмағандықтан біздер осы тек қана талдау жұмыстарын жүргізіп, кодын орындау уақытында ұсыныстар жолдап отырамыз прокуратураға да, инспекцияға орындамаған мекемелердің. Жалпы бұл ретте жұмыс беру шарасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, халықты жұмыспен қамту бағытында заңнамаларға өзгеріс енгізілген өзгерістері жөнінде түсінік беріліп отыр. Ұлттық жоспарлар. Сонымен қатар 2019 жылы 28 мамырда үкімет қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдар құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейін ұлттық жоспар негізінде 19 жылы 15 шілдеде облыс әкімінің бірінші орынбасарымен облыстық жоспар бекітілді. 64 тармақтан тұрады бұл жоспар. Бұл жерде барлық әлеуметтік сала қамтылады: медицина, білім, спорт, бұқаралық ақпарат құралдары, мәдениет, сәулет қала құрылысы, кәсіпкерлік және әлеуметтік қорғау салаларында қамтылып отырады. Жоспардың орындалысы бойынша жиынтық ақпарат жылына 2 рет облыстық органдарға жіберіліп отырады. Сонымен қатар 90 сайын үйлестіру кеңесінде облыс әкімінің орынбасарының төрағалығымен орындалысын тыңдап отырамыз. Әлеуметтік көмектер. Жергілікті өкілді органдармен шешімдеріне сәйкес мереке күндері барлығы 20.143 адамға, яғни 1.342.900.000 теңге әлеуметтік көмек көрсетілді. Оның ішінде 18 жасқа дейін мүгедектігі бар 3.911 балаға және бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектігі бар 19.703 адамға 20.000 теңгеге өсірдік. Яғни бұрында 30.000 теңгеден болатын болса, біздер былтыр 22 жылдан бастап 30.000-ға 20.000-ға дейін көтеріліп, жалпы біздер бюджеттен қосымша 595 миллион теңге қаражат сұрастырылып, енді жыл сайын әр мүгедек өзінің төл мерекелеріне байланысты 20.000 теңге бір жыл көмек алып отырады. Осы бағытта жалпы 1.180 миллион теңге жыл сайын бөлінеді. Яғни егер де мүгедек санатында көбейіп қосылса, бұл қосымша ақша қарастырылып отыр. Тағы бір айта кететін өзгеріс, 2022 жылдан бастап облыс бойынша көзі көрмейтін, тірек қозғалыс аппараты бұзылған мүгедектер мен мүгедектігі балаларына жанына ілесіп жүретін адамдарға санаториялар үшін тиісті нормативтік құқық актілері сәйкес өзгерістер енгізіп, біздер облыс әкімінің тікелей тапсырмасына сәйкес 55 айлық есептік көрсеткіш, яғни қазіргі таңда 190 мың теңге мөлшерінде мемлекет, яғни жергілікті бюджеттен қосымша қаражат төлей бастады. Былтыр біздер 268 адамды осы санаторияға жібереміз, етіп баратын. Соған 44 миллион теңгедей артық ақша төленді. Биыл егер де осы мана атап өткен санаттағы адамдар барлығы қасында етіп баратын адамдарға жергілікті бюджеттен тиісті қаражат бөлініп отыр. Бұл да басқа облыстарда бұндай қолдаулар жоқ. Біздер анализ жасағанбыз. Алматыда бар, қосымша 10-15 НРП беретін. Сосын мен шатаспасам, осы оңтүстік қалаларында бар, қалған жерде жоқ бұл қолдау. Бізде осы атырауда үшінші қала отырмыз. Отбасының табысын есепке алуында өмірлік қиын жағдай тап болған 2894 мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарында 591 миллион теңгеге әлеуметтік көмек көрсетілді. Отбасының табысы есепке алынып, өмірлік қиын жағдайға тап болған 1114 мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына 70 миллион 276 мың теңгеге әлеуметтік көмек көрсетіліп отыр. Анықтамада бар. Енді біздерде қайырымдылық шаралары бар. Бұл қайырымдылық көмектер біздер бюджеттен тыс облыстағы барлық мұнай сервистік компаниялар бар. Облыста көптеген біздің меценаттар бар, мейірімді жандар бар. Солардың арқасында осындай көптеген бюджет арқылы шешілмеген болса, уақыт күтілмейтін мәселелерді шешеміз. Бұл мақсатта әлеуметтік жағынан аз қамтылған көпбалалы және отбасыларына
мүмкіндігі шектеулі жандарға, ерекше балалары бар отбасылардан төмен зейнетақы алатын және жетім балаларға, тыл еңбеккерлері мен ұлы отан соғысы қатысушыларына 2022 жыл қорытындысымен 7.972 адамға бізде 165 миллион теңгеге әлеуметтік яғни қайырымдылық көмектер көрсетілді. Қайдағы? 7.972 адамға 165 миллион 600 мың теңгеге әлеуметтік көмек көрсетілді. Бұл 2022 жылдың қорытындысы. Енді 12 слайдқа келетін болсақ, бұл кедергісіз ортаны қалыптастыру. Жалпы облыста inva.gov.kz порталы жұмыс жасайды. Бұл интернет порталы жүргізілген іс-шаралардың азаматтық қоғам үшін онлайн режимде әрбір объектінің бейімдеу сапасына баға беру, ашықтығын және тиімділігін қамтамасыз етеді. 2023 жылы біздер 259 нысанға бейімдеу жұмыстарын жасау жоспарлап отырмыз. Себебі біздерге 21 мен 25 жылдарға дейін партияның сайлауалды бағдарламасына сәйкес 1294 объектіні бекітіп берді. Бұл объектілерді таңдап жатырмыз. Министрлік порталы арқылы және паспортталған объектілерді осыларды сіздер жылма-жыл бейімдеу жүргізулерін қажет деп. Бұл әлеуметтік және көлік инфрақұрылым объектілерін бейімдеу жұмыстарын Атырау қаласы және аудан әкімдері жанынан құрылған сәулет және қала құрылыс бөлімдері жүргізеді. Және құзырлы органдардың қоғамдық бірлестіктерінің қатысуымен арнайы комиссия жүзеге асырылады. Басқармамен 90 сайын бейімдеу мониторинг жұмыстары жүргізілді. Үйлестіру кеңесінде қала және аудан әкімдері тыңдалып, объект басшылары, оның ішінде темір жол вокзалы бар, КТЖ Атырау облысының бойынша филиалы, Қазпошта, Идеал, Анвар және тағы да басқа жаңағы әлеуметтік маңызы бар нысандарды шақыртылып, ескерту берілді. Тиісті өзгерістер енгізілді, бірақ дегенмен шешілмеген мәселелер көп әлі. Бұл жұмыстар биыл жалғасын табады. Мысалы, вокзалға келетін болсақ, біз вокзалда 3 рет мониторинг топпен барғанбыз. Бірнеше жаңағы КТЖ-ның астында тыңдағанбыз, 2022 жылы. Одан бөлек хаттар жазамыз, одан бөлек біздің белсенді азаматымыз бар. Қосмузей Гүлназ деген сияқты кісілер осы бірігіп тексеріп, олар арыз түсіріп, бірақ департамент бұлай жатыр, тексермеген қазір әріптесім дайындайтын болады бұл жөнінде. Жалпы облыс бойынша 23 жылға бейімдеуге бөлінген қаржы сомасы 1 миллиард 254 миллион теңге. Оны біздер барлық аудан қалалардан сұрастырып алдық. Яғни бұлардың ішінде не керек? Бұл енді жалпы әрбір мекеменің әлеуметтік нысанның жаңағы күрделі жөндеу өтеді, ағымдағы жөндеу бар, жаңағы құрылыс болсын, барлығы 1 миллиард 254 миллион. 1 миллиард 254 миллион. Бұл енді ойлап қалмайды, барлығы жаңағы неге қарай қаржысқа барады деп бұл. Облыс бойынша әлеуметтік салаға қанша қаржы бөлінді? 1 миллиард 583 миллион теңге бөлінді. Мүгедектігі бар адамдарға қатысты ма? Қатысты. Қазір еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен әлеуметтік қамсыздандыру кодексі әзірленіп жатыр, өздеріңіз білесіздер. Бұл осы әлеуметтік саланың 18 заң жобасы бар екен. Осы 18 заң жобаны бір жүйеге келтіріп, яғни бір нормативтік құжат қабылдайын деп жатыр. Бұл әлеуметтік кодекс. Қазіргі таңда үкімет отырысында әлеуметтік кодекс жобасы қабылданды. Министріміз баяндады, кеше жақында көрген болсаңыздар, бұл жоба мәжіліске де енгізілді. Мәжілісте талқылауға кіріп жатыр. Бұл яғни адамның туғаннан бастап қартайғанға дейін базалық әлеуметтік құқықтар белгіленген кодекс. Ол бірінші кезекте халықтың жұмыс сапасын жақсартуға бағытталған. Әлеуметтік кодекс бұл бізде отбасы цифрлық картасын енгізу арқылы жүзеге асырылатын болады. Яғни осы барлық осы әлеуметтік кодексте көрсетілетін жаңашылдықтың бәрі осы цифрлық Қазақстан жобасы аясында отбасы цифрлық картасында көрсетілетін болады. Әлеуметтік кодекс аясында келесідей шаралар жүзеге асырылады. Бірінші бұл атаулы әлеуметтік қолдауды күшейтеді. Ол алдын алу сипатындағы атаулы шаралардың және туындаған әлеуметтік тәуекелдердің салдарынан жою үшін атаулы көмектің қамтитын болады. Әлеуметтік қолдауға мұқтаж адамдардың нысаналы контингенті, яғни отбасы цифрлық картасы негізінде айқындалады. Құрамында мүгедектігі бар адамдар бар отбасылар үшін арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету қолжетімді қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қабылданатын болады. Осы мақсатта әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін трансформациялау жоспарланып отыр. Яғни барлық медициналық әлеуметтік мекемелерге арнайы қызмет көрсету стандарттарының сақталуын тексеріс жүргізіліп, қызмет көрсету стандартының сақталуын тексеру олардың қорытындысы бойынша бірлескен функционалдық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар қабылданады.
Екінші, құралдар мен тауарлардың жекелеген түрлерін кезең-кезеңмен монетизациядан басталады. Облыс орталықтары деңгейінде қымбат және заманауи техникалық компенсаторлар құралдарға тең қолжетімді қамтамасыз ету үшін техникалық құралдар парктері құрылады. Жоба Қазақстан халқына қорының қолдауымен жүзеге асырылады. Үшіншіден, мүгедектігі бар адамдардың қоғамға жедел интеграциялау үшін оңалту орталықтары салу. Атырау облысында, яғни 21-25 жылдарға арналған кешен жоспарына сәйкес, біздің осы Атырау қаласы Алмалы ауылында ересектерге арналған және балаларға арналған 150 орын оңалту орталық құрылысы басталады. Бұл құрылыс биыл басталады. Жақында біздер бюджеттік өтінімді министрлікке жолдап, қолдау, республикалық бюджеттен қолдау бар. 4 миллиардтан артық қаражат көздеп отыр. Осы биыл бұйырса басталады құрылысы. Осы жылдың 1 ақпанынан бастап әлеуметтік қызмет порталы жаңа форматқа іске асырылады. Порталда тауарлар мен қызметтердің параметрлері туралы толық ақпарат ұсынылады. Жеткізушілерге және олардың тауарлардың сапасына жаңа және қатаң талаптар қойылады. Бұдан басқа мүгедектігі бар адамдарға портал арқылы өнім берушілерге іс-әрекеттен шағымдарын беру мүмкіндігі болады биылдан бастап. Неге орысша бұл азамат? Неге орысша? Русскоговорящие понимали. Сыйымдылығы төмен үйлерді, әсіресе ауылдағы үйлерді қолдау және дамыту. Олардың базасында атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жан басына шыққандағы нормативтік сынақтан өткізетін болады. Пилот қорытындысы бойынша жаңа тарифтеу жүзеге асырып дайындалады. Жалпы біздер 23 жылға мен ірі 4 жоспарымызды қойып отырмыз. Бұл енді күнделікті жасалған жұмысымыз бәрін тізбектеп қажет жоқ деп есептейміз. Бірінші, Атырау қаласында аға буын өмір сүру сапасын дербестігін арттыру және денсаулығын нығайту мақсатында белсенді ұзақ өмір сүру орталығын айтып өттім, соны ашамыз. Бұл Байжігіт көшесінде. Екінші, кедергісіз келешек партиялық жобасы іске асыру шеңберінде ерекшелігі бар адамдарға 23 жылы 259 нысанға әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін тиімдеу биылғы жоспарымыз тұр біздің. Яғни біздер осы жылдың аяғына дейін барлық мемлекеттік органдар, әкімдіктер, қоғамдық бірлестіктер болып, осы 259 объектіні біздер тиімдеуіміз қажет. 25 жылдарға арналған Атырау облысының кешен дамыту жоспарына сәйкес мана айтып өттім. Бұл Алмалы қаласындағы осы құрылысты бастап 24 жылы аяқтау жоспарланып отыр. Осыны жүзеге асырсақ, бұл да үлкен облысымызға үлкен оңалту орталығы болады. Төртінші, 18 жастан асқан жүйке неврологиясы аурулары бар мүгедектігі үшін қазіргі таңда Құлсары қаласында 156 орын номер 2-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының ғимараты жаңартудан өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда біздің есепте 150-ден артық психикалық үлкен ересек адамдарымыз бар. Оларды қазір орналастыру, яғни біздің Сарайшық ауылындағы 1-ші арнаулы қызмет көрсету орталығы 310 қызмет көрсетуші сыйымдылығы болып тұр, арнайы кісі қабылдауында. Соған байланысты біз Құлсарының бұрынғы здравоохранение больницасын реконструкция өткізіп жатырмыз. Биыл бұйыртса осы май маусымында июньде осы ғимарат тапсырысқа қабылдап, осы адамдар бір кезекте проблема шешуді жоспарлап отырмыз. Осындай біздің бір жоспарларымыз бар. Қысқаша осындай тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге. Рахмет. Сұрақтарды бәрі презентацияны қоямыз ба? Сұрақтарды қашан қоямыз? Бәрі презентация біткесін қоямыз ба деймін. Меніңше сұрақты бірден қойған дұрыс болады. Онда сұрақ бар менде? Қойыңыз. Көп жұмыс жасалады, көп жұмыс, бірақ менде мынандай сұрақ, сіздер өздеріңіз мониторинг жасағансыз, да? Например, мектептер, колледждар, институттар, доступность людей с инвалидностью для обучения. Себебі, например, біздің институт алсақ, дұрыс пандуста жоқ, да? Студенттер оқи алмайды. Сіздер сондай мониторинг жасайсыздар ма? Ал сол мәселені шешу үшін не істейсіздер? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, ол трудоустройство. Мысалы, 18-ге толған балалар, енді уже бала емес, жігіттер, қыздарда, жұмысқа қалай орналастыруға мүмкіншілік бар. Қандай мониторинг жасайсыздар, қандай жұмыс жасап жатыр, қанша кісі жұмысқа орналасқан, қандай жұмыс орындар керек.
Может быть, бизнеспен o'z masalani шешіватсыңдар ма бірге? Осы екі мәселе. Соңғы мәселені масай бұл мүгедектерге қатысты ғой, да? Конечно. Или трудоустройство в целом? Нет, вот смотрите, если непонятно, давай скажу по-русски, да, трудоустройство именно людей с инвалидностью, потому что мы в 2022 году делали мониторинг, и большая проблема, что люди с инвалидностью, достигшие 18 лет, во-первых, не могут получить нормальное образование, недоступность колледжей, вузов, школ, да, и не могут трудоустроиться. То есть вот проблема трудоустройства людей с инвалидностью. Это хорошо, что мы оказываем помощь, но говорят, не давайте рыбу, но научите удочку ловить. Вот, мне кажется, эта проблема на самом деле не только в городе, вообще во всей области это большая проблема. Именно трудоустройство и обеспечение обучения на всех уровнях. Школа, колледж, институт, университет может быть. Си читать диплом, я имею в виду. Давайте я со второго вопроса начну, да? Хорошо, давайте. В целом, я могу еще больше сказать. Вообще, в целом, в мировом тренинге сейчас идут большие вопросы по трудоустройству. Это не только инвалиды, в целом даже здоровый человек, для него сейчас чуть очень сложно. Тем более, в наших краях вы прекрасно знаете, что у нас, как не те сервисные компании многие, то есть промышленные регионы, у нас в целом проблема оно есть. Если касательно инвалидов, я вот в своем основном слайде сказал, что в целом в наш центр занятости обратились 811 человек. Азамат бұл жергілікті жылы показатель ғой? Я енді жиырма екіде был. Сұрақ қойып па? Мы по закону занятости работаем с обратившимися людьми, да? Вот нам, допустим, обратились 801 человек в прошлом году, мы их где-то 95 устроили, 787 человек, 97% устроили. Это не только трудоустройство, если вот разбивка есть, вот, допустим, мы гранты даем безвозмездно, их переобучаем, устраиваем. Но зачастую есть проблема одна. Какая проблема? Мы порядка 3 года эту проблему поднимаем. Есть закон о занятости, есть конкретная статья, где утверждаются квоты ежегодные со всеми госорганами. То есть квоты принимаются для всех существующих юридических лиц, это оно действует. Вот эта квота, мы, вот, допустим, компанию утверждаем по запросу городских районных акиматов, оно зачастую не полностью выполняется. Вопрос задают, почему, да, где контролируешь орган. Вопрос стоит в чем? В том, мы, допустим, я в своем докладе указывал, что мы в прокуратуру даже направляем, и в инспекцию труда, чтобы они проверили. Инспекция прокуратуру направляет, прокуратуру инспекцию, и в итоге, оказывается, есть у нас мораторий для их проверки. То есть они сейчас не могут зайти к этим проверкам на эти же компании, там, и других юридических лиц. То есть вот оно не будет выполняться в хронологическом порядке. Пока у нас мораторий не закончится на проверке на малый и средний бизнес, мы вот эту квоту не будем выполнять никак. Я могу просто На самом деле просто совет может не отвечать, надо провести мониторинг и оценку, почему люди с инвалидностью не могут устроиться на работу. Самая главная проблема – это образование. Поэтому у меня рекомендации, пожалуйста, проведите мониторинг, сколько процентов людей, которые обращаются, это люди с третьей категории инвалидности, какие со второй, какие с первой, вы не правы. Мировая практика показывает, что в принципе люди даже с первой группы инвалидности могут устроиться на работу. Да? Это ваша недоработка. Это первое. Второе. Я прошу, что в следующий раз вы дали мониторинг доступности образовательных предприятий для людей с инвалидностью. Потому что я сама очень часто бываю в Атырауском университете, там не то, что человек с инвалидностью, простому человеку по лестнице подняться тяжело. Поэтому у меня такая просьба, чтобы вы эту проблему. И третье, сколько процентов людей с инвалидностью имеет высшее образование, сколько процентов людей с инвалидностью имеют среднее образование, почему, если маленький процент, то почему? Понятно? Потому что вот цифры, помощь – это хорошо, но создание условий – это самое главное. И что вы делаете для того, чтобы людей с инвалидностью реально устроить на работу, а не просто бегать по предприятиям? Хорошо? Все, может не отвечать в письменном виде. Мен қосайыншы, шынардан өтіп. Теперь 811 адамнан жұмыс болмасы.
275 адам тұрақты жұмысқа орналастырады. Бұл 40% деген сөз. Иә. 290 адам қоғамдық жұмысқа, оған да ақша төленеді. Оқуға жібергені бар ана жерде. Дұрыстап қарасаңдар, бұл қазақша жазылған, байқамай отқан боласыңдар. Жастар тәжірибесі дейтін, о да жаңағы төлеп алынатын жұмыстар. 11 адам әлеуметтік жұмысқа жібердік дейді. Мынаның бәрі сол жұмысқа Это все меры. Смотрите, бывают люди с третьей категории, со второй, с первой. Может, это все люди с третьей категории. Поэтому я прошу, чтобы дали разбивку и результаты вашего мониторинга. И что вы конкретно делаете. Это просто цифры, они ни о чем не говорят. Это могут быть все люди с третьей категории. Третья категория – это, в принципе, люди, которым будет пешком пойти, обучиться, пешком прийти на работу. Понятно? Все, большое спасибо. Еще раз, давайте я вам скажу. Во-первых, не третья, не вторая, есть специальные индивидуальные реабилитации. В письменном виде дадите? Где есть разрешение на работу, для них полностью предоставляется. И на ИПР пишется это все. Азамат Самалов, екінші сұраққа сіз жауап берген жоқсыз. Жауап берейін деген Қазір баяндамаңызда айтып кеттіңіз, 1294 объекті 1 миллиард 201 миллион ақша қаралған дедіңіз ғой. 25 жылға шейін. Жоқ, олай емес. 1294 объекті бізге партиялық енгізді. Оның ішінде институтта бар, мектепте бар. Бәрі бар. Қай партия? Амал партиясы бар. Сіздер Алматы партиясының журналистер мұсылдар ма? Жоқ, бізде сайлауалды бағдарлама болды, сол сайлауалды бағдарламада. Бізде партия көп қой, неге команда тыңдап отырсыз? Сайлауалды бағдарлама. Мемлекеттік қызметкер деген қалай мен түсінбедім біз соған. Мемлекеттік қызметкер партияға кіммен жүре ма? Бізде сайлауалды бағдарлама бар, үкіметпен бекітілген, министрлікпен бекітілген. Кедергісіз келешекте әрбір ненің бағдарламасы бар өзі. Мемлекет қызметкерлерінің партияның ажырағаны кеше ғана бар. Жоқ, ол жерде партиялар білген, ол жерде коммунистік партия... Бұдан 2 жылғы сайлаудың бәрі құрылы. 21 жылға алынған бағдарлама ғой, сосын айтып. Енді мен Ислам Жұмабекованың сұрағын жалғастырайын деп отырмын. Ана қаралған ақша нысандар анау, иә? Сол толық қамтылған болып есептелді ме, әлде тағы бар ма? Жоқ, бізде былай бар. 1294 объекті 5 жылға берді. Биыл 259 объекті біз план Көрдіңіз слайдта. Сол 259-ға биыл біздердің аудан қалалардан ұсыныстар жинатып, осы объекттері қанша қаражатқа жетсе деген. Олар 1 миллиард 254 деген ақша қарастырылған деп. Күрделі бар, жаңарту бар. Осы қаражатты биыл 259 объектіні енгізу керек. Сыртында тағы қалады ғой. Қалай? Сыртында тағы қалады. Келесі жылға планымыз бар, 5 жылға бекітілген. Вообще қашан бітіреміз? 25 жылға аяғына дейін. Түгел. 1294 объектіні. Бұдан не тағы шыға ма? Мүмкін тағы шығуы мүмкін. Бірақ бүгін таңда бәрін қамтып отырмыз, солай ма? Есептеп отырмыз. Мына бұл 294-дің ішіндегі ме? Иә, 20 1294 бүкіл облыс бойынша 5 жылда. Иә. 5 жылда. Жыл сайын 259 объекті бізде. Мысалы, былтыр 259 болды. Биыл 259 қойып жатырмыз. Әлі бастаған жоқ бізде 259 биыл. Түсінікті, мен сұрақ қойып едім. Мақсат түгіл қамту ғой. Иә, енді бәрі соның. Бізге келесіде Азамат Саматұлы ашып бергенде сіздер үшін болмау үшін бөлек бір қағаз шығарып бересіз. Мысалы, мына бір отчетыңызда айтып кеттіңіз, 30 адам жұмыспен қамтылды деп, қайтарып грант берілді деп. 30 адам деп айтыңыз, 300 адам деп айтыңыз болады мысалы. Сондықтан оның біреуінің фамилиясын білесіз бе болмаса? Жоқ, 30 адам фамилиясын білмейсіз. Мысалы, біреуін де білмейсіз де, бұл деген демек, бұл дұрыс емес отчет деп ойлаймын. Азаматтардың ондай мүмкін рас болар, бірақ сізді болмау үшін осындай манағы 259 объектіңізді қағаз шығарсаңыз бұл қиын емес. Мына объекті 2022-де қалай 29, 23-те бітетін десеңіз, біз сізде 24 ұстай аламыз. Сіз деген былтыр айтып едіңіз 129 мына объекттана қызмет центр әлдене бітпей қалыпты деп айта аламыз. Қазір сізге не алып деп айтамыз, 29-ды соңғы жапасы жоқ, бұл деп айтып тұрсыз мысалы. Ол екі. Сосын Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы заң бар. Осы заң қаншалықты тиімді пайдаланылады? Мысалы, осы заңның ішінде 39-шы бабында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін кінәлі тұлғалар жауапқа тартылады дейді. Ал мына жерде мен қарап отырмын, осы мүгедектіктің алдын алу деген баптары бар. Олардың құқықтары, олардың көмекші ретінде керемет заңдар бар, бірақ олар пайдаға аспай жатыр. Мысалы, ертең мүгедек кім болады, ешкім білмейді. Біз боламыз ба, сіз боласыз ба? Сондықтан бұны сіздер мемлекеттік қызметшілік туралы заңыңыз бір бөлек.
Осыдан іске аспаса оған кім кінәлі? Кінәлі адамдар жоқ отыртыла ма? Әлде мысалы осылай жүре береді өмір бақи дейді. Анау өткен, мынау өткен, ана мораторий бар дейді. Мысалы сіз мораторий деп айтып жатсыз ғой. Мораторий болса ана экология департаменті, транспорт полиция бар, бәрі бұлар қалай тексеріп жатыр? Орташа кәсіпкер, кіші кәсіпкерлер тексеріп жатыр ғой. Өздерінің жұмыстары бар. Мораторий артық па? Біздің конституциямыз артық па? Конституция әрине жоғары тұрады. Мораторийдің ішін қарасаңыз да бұйрықтың ішінде өздерінің арнайы баптар бар, сіздерді тексеруге болатын. Арыз негізінде өмірге қауіп төнетін болса, азаматтардың ашу жазып тудыратын болса, сіздер тексеріп жатсыздар. Ал мыналар бұлай отыра беру мен дұрыс емес деп санаймын. Отыра берсеңіз, демек мына 2023 жылы, яғни мораторий бітпесе, сіз жұмыс істемейсіз. Егер жұмыс істемесеңіз мүмкін онда штат тұрақты тұрған дұрыс болады шығар. Мемлекет ақшасын бекерге шашпай мысалы. Енді барлық құзырлы орындар сіздер айтасыздар. Мораторий бар, болмайды. Онда не керек ондай құзырлы орындар? Соны жағы қарау керек негізі. Осындай бір ұсынысым бар. Бізге конкрет нақты фактімен алып келіңіздер. Мына адам, мынандай объект осындай деп. Одан басқа осы қоғамның ашылысын тудырғанымыз жетеді осыған шейін. Енді ары қарай созуға болмайды ондай. Рахмет. Как минимум сағатын қараймыз ғой, да, объекті бізге. Давайте жауап берейік та, по очереди. Сіздер примерно екі мәселені Иә, манаға пандус деген кедергі келешек, екіншісі жаңағы Можно ба? Түсіріп отырсыз деді. Түсіріп отырсыз, бұрыс түсіріп отырсыз. Бізде кеңес бар, әдейі мүгедектер бар. Сонда біздер өзіміз дәл осындай кеңесте отырамыз, үкіметтің сүйіндері бар. Келесіде біздер негізі соны постоянно шығарамыз, спискісін, әр темаға. Келесі сізді біз шақырайық, сол жерге береміз ғой. Сіз деген қоғам спискіге ашып қалып беруге түсіндір. Мен сізге список әкелуге мен айтқан жоқпын, ешкімге список әкелемін. Екінші мәселеңіз бойынша айтайын, квота бойынша біздер тексеру құқығы жоқ біздің басқармада. Мен айтып өттім ғой. Біздер сол үшін список шығардық та инспекцияға жібердік, сосын прокуратураға жібердік. Сіз енді заңгер ретінде бізге көмектессеңіз, осы мәселені тауып болады. Себебі ол органдар айтып отыр бізге мораторий, біз тексере алмаймыз. Біздің басқарма тексере алмайды, бізде ондай право жоқ, функционал жоқ. Сіз деген сұраққа тексермейді. Тексере алмаймыз біздер. Өкілетті органсыз ғой да, халыққа әлеуметтік қорғау саласындағы өкілетті орган министрлік болып есептеледі. Біздер жергілікті атқарушы органбыз. Енді онда демек инспекция тұруда, өкілетті орган министерствоның жергілікті атқарушы жердегі тексеретін орган. Азамат, мына сіз заңды қарап шығыңыз онда. Сіз болмайды деп тұрсыз ғой, болады онда. Мен тексере алмаймын оны. Қалай қарасам. Сұрақ қойыңыз. Функцияда жоқ менде ол. Ол үшін мен тексеру үшін мен тиісті әкімшілік шара қолдануым керек. Менде атым қозғалмайды. Менде право жоқ. Инспекцияда бар. Сәкен Бөлікбайұлы. Жоқ, сізде сұрақ жоқ. Сіздің сұрағыңызға байланысты мен айта кетейін, енді өзімнің құзырымдағы нәрсемді. Жаңа 149 нысан неге аманат партиясы деп жатсыз ғой. Соған байланысты айтып, аманат партиясы бізге жоспар қояды, соған сәйкес біз бекітілген тізімді белгілейміз. Ол тізім, оны біз өзіміз ойдан шығармаймыз, өзіміз алмаймыз. Оны бізде адам қоғамдық қорының төрайымы бар, Гүлназ Қосмолзиева. Сол барлық осы қала бойынша қай жерде доступ бар, қай жер қолжетімсіз, сол азаматша бәрін біледі қоғамның төрайымы. Сол қоғам төрайымымен ақылдасып, ең бірінші қажетті деген нысандарды сол 149 нысанның ішінде қосылды. Осы аманат партиясының сайлауалды бағдарламасына сәйкес. Сосын жаңа квота бойынша, қала бойынша айтып кетейін. 60 квотаны орындамаған мекеме Азамат Саматұлы жаңа айтып кетті, инспекцияға және прокуратураға жолданды. Жалпы жеке орнату бағдарламасы жасақталынып, мүгедектікке жұмысқа қабілеттілігі бойынша соған сәйкес жұмыспен қамтылады. Жұмыспен қамтудың заңына сәйкес әрбір азаматтың өтініші негізінде тек қана жұмысқа орналастырылады. Өтініші болу керек ең бірінші кезекте. Соған сәйкес біз қалада осы жеке оңалту бағдарламасы жасақталған мүгедектердің бәрін сараптап, мониторинг жүргізіп, жұмысқа қабілеттілігі бар ма, жұмысқа орналасқысы келе ма, ниет білдіре ма, бәріне мониторинг жүргізіліп отырады. Ал хабарласқан жұмыссыз мүмкіндігі шектеулі азаматтар олар жұмыспен қамтылады және жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен қамтамасыз етіледі. Енді жаңа тексеруге байланысты айта кетейін, кедергісіз болса бойынша декларация бар, жаңадан салынған нысандарды бізге 13-ші пункті бойынша
қалалық жұмыспен қамту бөлімі келісім береді. Жаңадан салынған нысан қолжетімді ме, қолжетімсіз бе? Соған сәйкес бізде мамандар жоқ, құрылыс мамандары. Біз құрылысты білмейміз, есептей алмаймыз. Біздің құзырымызда да жоқ болғандықтан біз архитектура бөліміне жолдадық, ал архитектура бөлімінің маманына штраф салдық. Ол тексеру жүргізген жоқ, біз зерделеуге бардық. Прокуратура архитектура маманына штраф салып отыр, тексеруге бардық деп. Осындай жағдай. Былай сұрақ қойайын, сіздер енді қойылмасы осы сұрақты. Осы кедергісіз, келешектегі кедергісіз бару үшін осы шара қайғылы бітеді, қайғылы аяқтайсыздар. 2022 ғой, 2022 біте ма? Демек 2025-те сіздердің айтуыңыз бойынша мың бір деме объектілерді тексересіздер, олар қалып келеді. Сол кезден бастап азаматтар емелердің кіріп шығатын болып тұр ғой, солай ма? Мен түсінгенім, әлде олай емес пе? Қашан бітеді немесе? Соны айтыңызшы, сіздердің қолдарыңызда қашан бітірген дұрыстар? Не істеу керек бітірмесе? Енді азаматтар ана жынысты сіз қарапай көзіне ағайыңыз, ана модельдің орнын кіре алмайды. Соның кедергісін жою үшін не істейсіздер, қашан бітіресіздер? Осы сұрақ, қашан бітіресіздер, соны айтыңыздар уақытын. Біз сосын халыққа айтайық, 2025 пе 2030-да сол кезде бітеді, соған үшін сабақтамаңыздар енді. Бұрын салынып кеткен объект ол, оған кредит алмайтынымызды білеміз. Бірақ сол үшін не істейміз, соны айтыңыздаршы, 2-30 күнде. Рахмет. Ол үшін жаңадан салынған құрылыстарға, енді салынатын құрылыстарға қатаң түрде стандартқа сәйкестігін міндеттеу. Жаңағы планды, проекті, құрылыстың проектісі бар, соның ішіне стандартқа сәйкестендіріп, барлық мүгедектігі бар адамдарға сәйкесінше... Жасал олар көріпсіз ғой, ешкім жауап бермейді. Бұлардың құзыры жоқ, архитектураға айтсаң, олардың да құзыры жоқ ба, кішкенен. Проектіде болу керек. Проектіде болу керек олар. Проектіде болу керек. Қашан бітіреді бұл? Осы айтыңызшы, халыққа не ал дейміз? Разрешение беріватқанда архитектура қарапаймай, сондай бар ма, заңға сәйкес келе ма? Просто архитектура басқармасына кімді? Разрешение на строительство бергенде газ отмечает там... Біріншіден түсіндіріп сәулет бөлімі біріншіден тек эскиздік жобасының келісім кезінде қарай алады, сәулет жоспар тапсырмасын берген кезде нақтай алады, осындай пандусы болу керек, осындай мүгедек жандарға арналған автокөлік қою орны болу керек деген сияқты. Ал оны қабылдаған барысында, объект дайын болған барысында, қабылдау барысында архитектура тарапынан барып қарау тексеру жұмыстары жоқ. Декларация соответствие ба? Декларация соответствие сәйкес ол қол қойылу керек совбез органдарымен доказкамен және совбез органдарымен қойылу керек. Сол кезде сәулет бөлімі тарапынан біз барып қосымша қарап, мысалы сәйкестігін қарап жүрдік. Бірақ осыған сәйкес прокуратураның соңғы ұсынысы бойынша біз тексеруге өтіп құқығымыз жоқ. Департамент. Вот в эксплуатацию объекта дейді бар. Вот эксплуатация объекта, мы отберем. Как расписывается? Архитектура. Сіз бегулып бердіңіз. Если который кафе ашылып қойды ал, соны кім тексереді? Ол ашылып Ешкім тексермейді оны. Мүгедекке ешқандай жағдай жасалмайды. Департамент тексеріп алады. Оны сіздер разрешение бере бересіздер, да? Разрешение біз тек эскиздік жобасының кезін тексереміз. Болуын. Жобада сізге сіз бермей ма? Сіз берген кезде тексереміз оның болу қажеттілігіне. Дұрыс тексермей тұрсыздар, значит. Қабылдау барысында біздің құқығымыз жоқ онда. Біз тек қана қабылдау актісін тек қана өзінде тіркейміз. Міне, Рысмаулы өзінің қолында жауап бермейсіз мүмкін. Кім жауап береді осының бәріне? Кім міндетті немесе? Осылай соңында жүре бере береді, сұрақ қойып. Бұл жерде біріншіден кішкене сауаттылық сақтайық. Бұл жерде тиісушін сөйлеп отырған адамдардың реті дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден мәселені шешу жинап отырып әрқайсымызда. Ана сұраққа тиісіп, мына сұраққа тиісіп, нәтижесінде құлату шығу деген мәселе жинап отырған шығармыз. Сондықтан да давайте сауаттылық мәдениеттілік сақтаймыз. Ал енді мына неге қатысты департаментте бірнеше рет жауап берді. Ол департамент қазір осы азамат саматұлдан кейін баяндама жасайды. Осы департаменттің құзыретіне кіреді. Қазір бұл баяндамашы сұрақтарыңыз аяқталғаннан кейін екінші баяндамасы бұл жерде нақты айтады осы сөзді. Азамат Саматұлы сұрақ қойыңыз. Қойыңыз.
Мен Давид Байбек. Азамат Саматұлы біз дейтін 26 қаңтарда әкімнің қабылдауына болған болатынбыз. Сол кезде цифровизация жөнінде мүмкіншілігі шектеулі адамдарды компьютерді үйрету және бізге мемлекет, жалпы мемлекет тарапынан барлығы бізге беріліп жатыр. Министерство бекітілген 15-16 құралымызда 13 компьютер, телефон барлығы бар. Біздің емін-еркін ақпарат алуымызға толықтай жағдай жасалған. Бірақ мына облыс совет дейді ғой, соның тарапынан мүмкіншілігі шектеулі именно көзі көрмеген адамдарды осы құралдарды үйрету сабақтарын қолдамауы біз үшін үлкен кедергі болып тұр. Соның бірі 26 қаңтарда біз дейтін әкімнің қабылдауында болып осы сұрақты көтерген болатынбыз, бірақ Азамат Саматұлы маған нақты айтты, расчетный счет алып келді. Біз ол кісіге берген болатынбыз. Енді болашақта көреміз қандай нәтиже болатынын. Екінші сұрақ, бағана сіз айттыңыз ғой, кедергісіз келешек деп. Аманат партиясының бағанағы программасына жазып тұр дейсіз да. Біз сол Аманат партиясының өзін, облыстық болсын, қалалық болсын, район болсын, өзінің партиясын, өзінің зданиясын доступны ғой. Міне, мен сізге айтайын ғой, мен өзім департамент труда социальной защитаға облыстық партияның, қалалық партия, районның барлығын тексеруге шағымданып болатын, және ол предписание берілді. Қазіргі таңда да қалай солай активтер жасалды, бірақ толықтай әлі жұмыс жасалған жоқ. Осы күні Аманат партиясының осы кедергісіз келешек бағдарламасы жұмыс жасауда. Және мен дейтін, соның ішінде Аманат партиясының ішінде отырған адамдарға айтқан болатынмын. Сіздер дейтін жылы кабинетте отырып ешін шешпей қойыңыздар, бізбен бірге балшық кешіп, су кешіп, салқында, қыста, жазда теріліп, бізбен бірге жүргізіңіздерші, қаралаңыздаршы, кедергісіз келешек бағдарламасын қалай жұмыс жасайтынын көрейік дегенде олар маған жоқ деп жауап берді. Мен ұсынысым сол кезде денсаулық орталығының барып ағалатып көрсетіп өздері байлап жүргізу болды менің мақсатым. Бірақ өкінішке орай олар оны істеген жоқ. Әлі күнге дейін денсаулық орталығымыз департамент трудаға заявление жазсақ та 21-де әлі күнге дейін біз ол сауда орталығына өзіміз емін-еркін кіріп, даже бір кусок нанды ала алмаймыз. Сосын бана Инфогов KZ-ден тағы айттыңыз ғой. Инфогов KZ-ді айта келетін болсақ, ана жүйесінде сіз білесіз, ана жыл дейтін Тыншықбайдың мониторинг жүргізген болатын. Ол үшін мемлекеттен ақша бөлінді, 3000 объекті, 3000-нан астам объектіге мониторинг жүргізген. Сол Тыншықбайдың сөзінен алатын болсақ, тек қана 3000 объектінің ішіндегі 7 объектісі доступны. Қалғандары частично, вообще жоқ. Сонда енді сіз дейтін Инфогов KZ-ге осы жыл тағы 259 объектіні недоступны объектін қайтадан енгізесіздер. Мен ойлаймын, ол бағанағы Инфогов KZ-ді вообще сайты толықтай мониторинг жүргізілді ана жылы, соның барлығын сызып қайтадан жасау керек деп есептеймін. Себебі мониторинг жүргізілді, ол жыл сайын 3-4 комиссия, ол жылына неше 4-5 комиссия құрылады, бір айға жеті бір аралап жатып, қайта баса сол, қайтадан аралайды. Солай өзі біз бір орында әлі тұрмыз. Нақты шешім жоқ. Бірақ ана жыл дейтін горсовет жарияланды, ол отты, мониторинг жүргізілді, бұл мониторинг қорытындысы 3000-нан астам объекті факті қағаз жүзінде доступны болғанмен, іс жүзінде ешқандай доступ жоқ. Ол бізде қолымызда актілер барлығы бар, қазір ана жүйесіне оны победіліп отыр ғой, сол кісілер өздері айтар деп есептеймін. Сол айтайын деген. Бірінші сұрақ жауап бермейді, қалғанына кедергісіз келешек қалады. Әкімнің қабылдауында Айбекпен сол жерде 10 шақтадан болды, сол жерде айттым саған. Нақты расчетінде бір адамға қанша қаражат кетіресің дейді. Оның компьютері бар, тағы басқасы бар. Енді шыны керек, не керек, мен осы жетіме тағы соқтым саған алды, официально. Жетіп қой. Сен қашан бердің? Бүгін бердің, солай ма? Кеше бердің. 26 қаңтардан бастап сен тек кеше ғана бердім, жасалды. бір парақ қылып беріпсің, мен 46 мың теңге келіп бір адамға деп. Ол түсінікті. Бірақ мен сізге айтып отырмын, біз бос органбыз, мемлекеттік органбыз. Әр бөлінген тиын қаражатқа бюджетті тексеріс болады алдағы уақытта. Сол кезде сіз жаңа ұсыныс ретінде егер де бізге
маған айтты ғой, сен өзің үкімет емес үйің бар, содан официальный хатымен маған астындағы расчетін жалғап жібер. Біздерге тиісті бюджеттен қаражат бар деп айтты. Мен осы тағы айтайын, ол ақша бар. Соны бізге дұрыстап реттеп берсең, біздер мемлекет сатылу заңының сәйкес жариялаймыз. Соған байланысты заңға сәйкес сен ол қатысу мүмкіндігің бар. Сол үшін жаңағыдай сопроводить письмо дейді ғой, соны маған жеткізіз қалайда, бүгін ба, ертең ба, содан кейін біз жасақтап жібереміз. Рас ма? Жетсіз қой. Жаңағы сіз өзіңіз айттыңыз ғой, егер де біз сізден хат алатынбыз, тағы бір сол коррупция болып саналады деп, сол себепті жиналыста өзіңіз айтқан боласыз, ұсынысты біз ешқандай ала алмаймыз, тек қана былай расчетін өзің алып бер, сосын барып хат, тағы бір сөз сол коррупция болып табылады дегенсімен өзін жібердім просто. Жақсы, ол мәселе әлі алда бағдарламада бар, бірақ бағанағы сіздің Infogov.kz деген сайтыңыз енді өкінішке орай ол іс жүзінде, қағаз жүзінде бар сайтта, бірақ іс жүзінде мониторинг жасалды, қаланы айтып жатырмын тек қана. Ол қаланың қорытындысы өзіңіз сол ана жиныстан алып танысуыңызға болады. Тек қана 7 объекті полный доступында бар дейді, қалғандары частично, жартылай, вообще жоқ деген сияқты. Және күннен күнге жаңада дүкендер ашылып жатыр, жаңада кафелер ашылып жатыр, олар не болады сонда? Мысалы 259 объект ол кірмейді ғой. Оны да ойлау керек та. Бір Қытай ойыншыны өтейін бе? Ана кейбір өңірлерде бар адамдар көз көрмейтіні бар, құлақ естімейтіні бар кейбіреулер. Солар кейде кеше Бауыржан Байсұлында барып кеткен осы мәселе бойынша барып кетті. Мысалы, олар өзі жасалмайды өздігінен, көмекшілері де жасалмайды, ондай солақы болмауы мүмкін. Сотқаметіне көріп өйрек, арыз өйрек, адвокат емес олар. Сол өзінің заңды құқығын қорғай алмайды. Олар кім өтседі, ондай адамдар аз өтсетін адвокаттар бар, екі адам. Өзі кеше бір адам келіп, мүгедектікті түсіріп тастаған. Енді мен Бауыржан Байсұлында барып түсіндіріп, қарап азын, ол енді онда негізгі өткен жоқ түсіріп тастау үшін. Бірақ енді ол сол үшін әуелі комиссия решениесіне жауап беру керек, одан кейін ол келіспесе бір аптадан кейін сотқа беру керек. Сотқа беру үшін тағы мынандай бір кете басталады. Енді ол өзінің құқығын, заңды құқығын қорғап шығу керек. Ал оған әкімшілік соттың алдында сот кім жауап береді? Ондай адам нәрсе көп те бізде қоғамда. Тек қана ондай сала емес, құрылыс саласы, не саласы бар, соған көмек керек ондай адамдарға. Енді өте қиын. Манағы әкімшілік тұрған адам құқығын енді жүру керек бір адам действительно. Ондай адам мекемеде ондай адамдар жетіспеуінде штатта. Ал адвокаттар бар, олар үлкен ашып жұмында бастайды. Сонда олар не істейді? Ойлап алу керек пе? Осыны ойлау керек. Рұқсат болса, бағана ханым сөйледі ғой, өте келелі мәселе. Арбаға танылған мүгедектердің қазір талай өрттері көп, олардың енді орындау үшін болғысы келмейді. Енді объектіні іске қосуды қабылдау кезінде бағана сәулет бөлім айтты, біздер тек эскиз ғана кезінде өзіміздің ұсыныстарымызды беріп аламыз, қабылдаймыз жоқ деп. Бірақ ары қарай ол қалай орындалды, оны қабылдаған кезде сіздер оған баға бересіздер, біз оған компетенциямыз жетпегесін сәулет бөліміне жүгінеміз деп отырсыз. Бірақ енді мынандай баршаға орта талаптар бар ғой, мүгедектерге арналған пандустың стандарты көлбеу бұрышы 2,86 градус болу керек, яғни градиент. Және мұның ұзындығы, маршрутының ұзындығы жазылған талаптар бар. Соларды басшылыққа алып сіздер не қабылдаймын, не қабылдамаймын деген, ең болмаса осы Гүлназдың өзін мысалы шақырып, бұны қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба деп сіздерде ерік жоқ па сөйтіп айтуға? Заңнамамен қалай сіздерге рұқсат етілген бе, етілмеген бе? Баға берілген. Баға берілген, рұқсат етілген болғанда жаңағыдай қабылдауға осы әлеуметтік қорғау саласын қойып. Біз енді қазіргі уақытта Союздың мамандары өздері визуальный бағыт қарап қабылдап жатыр. Осы декларация бойынша, жаңадан салынған құрылысты тапсыру декларациясы бойынша былтыр 110 объект тапсырылды. Оның ішінде 45 объектіге жуығы доступный болды. Ал архитектура мамандары ендігі жерде қатыспайтын болғасын, өзіміздің мамандар шығып, іштен зерделеу жұмыстарын жүргізуде. Просто дополнение Арманға, да, с точки зрения безопасности, көп мынандай пандустар просто кафельный жасалған, да? А есть же безопасность, специальное безопасное покрытие. Негізі біздің пандустарда, анау колясочник, на самом деле түсіп міну өте қауіп болуы мүмкін. Я поэтому эту
удивляюсь тому, что не обращаете внимания. И второй вопрос. Вот қазір бізде ертең мына қар ерейді, қазір қар жатыр ғой, да? Колясочниктер, даже любой инвалидтер екеуміз насколько қазір далаға шығып автобусқа отыра алады. Сауқсын өзі қыла жатқандар. Вот Нұржан, отчествоңды как ты забыла, Мақсатова, алдында бұл мәселені телевидениеде көтерді, да? Не себептен сонда дейді ол кісілер ертең бәрі кейіпкенші үйлерінде отыра бере ме? Әлде сіздер оларға бір мүмкіншілік жасап жатсыздар ма? Мен өзім остановкаларға бәріне бардым, әл жерде сау кісі үйіп қойған қардың үстінен жүре алмайды. Тротуарлар тазаланбаған, я уже не говорю про частный сектор, қаланың ортасында. Бұл мәселе неге шешілмейді? Вот сәтеледі қар жауып еді, біз қырылып қалдық қой бұл жерде. Қырылған жоқпыз. Жүйелі түрде жүріп жатыр. Нет, нужно, давай так, я мониторинг делаю, я никогда голосового не говорю. Поэтому вот эти вопросы, давайте так, вот когда приходит акимат, я еще говорю, не надо оправдываться. Конкретно, как решаются эти проблемы? Какие мероприятия конкретно делаете и что предпринимаете? А оправдание жирбжатор, это, извините, не для профессионалов, которые обеспечивают руководство качеством нашей жизни. И вы получаете зарплату, еще раз говорю, с наших налогов. Поэтому просьба приходить с конкретными ответами. Жаслан Орапович, алдында да қаншама айттық. Приходят, оправдываются, огрызаются. Просьба, чтобы представители управления приходили с конкретными ответами, с конкретными, если у нас эти предложения принимали и отрабатывали, а не просто так мы 3 часа сидим, переругиваемся, огрызаемся, и когда мы говорим, что плохо, они говорят, хорошо, вот инвалиды стали, пожалуйста, пример мониторинга. Большое просьба Жаслан Орапович к вам. Пожалуйста, отрегулируйте этот момент. Хватит уже акиматовским работникам приходить, как просто людям с улицы. Большое спасибо. Сосын тағы ана жынысына айтып кетейінші. Ана жынысына мен дейтін ана жылы сіздер айтып отырсыздар, жаңадан объекті тапсырылды деп. Өте қуаныштымыз. Кейбір объектілері көзіміз көрмесе де осылай белсенділігіміз танытып, келіп көріп кетші деп не істегендер бар. Соның бірisi Ривер парк, тағы да мына ресторандар нелер келіп осы горсоветтен алдық, қандай не болу керек, қалай болу керек деп сұрап жататын жағдайларда болады. Оны барлығы жаман айтпай ақ қойып, горсовет тарапынан жалпы өзім лично біздің номеріміз, мысалы өзіміз осы салада белсенді танытып жүргесін хозяиндарға береді, біз білмейміз қалай істеу керек, жұмыс кестесі болу керек па, схема болу керек па, тактильный плит қалай салыну керек деген сияқты сұрақтарды ол кісілер тарапынан болады. Оны да айтып керек деп ойлаймын. Сол үшін әрине сіздермен бөлінген үлкен рахмет. Ол үшін сол салада үлкен жұмыстар ана жылы біраз частный жаңадан салынып ашылып жатқан мекемелерге жасалды. Рахмет Айбек, ниетіңізге. Зырғанақ кафелер бойынша айтып кетейін. Осы тексеру, зерделеу кезінде кафелдің зырғанақтығы барлығы ескеріледі, ескертулердің бәрі беріледі. Екінші, жүріп тұруында қиындығы бар мүгедектер үшін арнайы инватакси қызметі жұмыс жасайды, үздіксіз. Ол жүріп тұруында қиындығы бар мүгедектігі бар адамдарды үйінен баратын жеріне дейін алып барады көлікпен. Және қасында жеке көмекшісі болады. Осының барлығына мемлекеттен қаражат бөлініп отыр. Ешқандай кедергі жоқ деп сізге айтамын. Яна, сіз айттыңыз, сізге сұрақ. Сізде болсын микрофон. 110 объекті қабылдадық деңіз, 45-і жарамды деңіз. 110 объект. Сынапқа сәйкес келеді. Қалған микрофон берген 65 объект сонда жарамсыз ба? Қалған жарамсыз объектілерге Қалған жарамсыз объектілерге ескертулер берілді. Кейбіреуінде тактильный доска жоқ, кейбіреуінде звонок жоқ, пандустарын қайтадан қалыпқа келтіретін, бейімдейтін ескерту берілді. Бәрінен гарантийный письмолар алынды, сроктары қойылды, сол белгіленген мерзімде орындайды. Орындалмаған жағдайда жаңағы департаментке хат жолданатын болады шарасын алуға. Бұл капитальный затратын не требует, солай ма? Или қалай? Проектте бар нәрсе ол? Проектіде жоқ нәрсе дейді, бізге келгенде біз сұраймыз. Мен мына архитектор-строительный управление түсінбедім жаңа. Проектіге саламыз, біз бірақ қабылдаған кезде қатынаспаймыз дейді. Оғылайсың? Оғылай, проектіге саламыз, қабылдаған кезде. Проектіге салсаң, орындалуға тиісті.
ол қабылданбау керек әдейі. Өзі білмей тұр айтқаны. Мен түсінген жоқпын. Ешқандай марш кетпеген. Жоқ, шынымен бір адам сұрақ қойсын, жауап алайық. Проектте бар ма? эскизный жобада міндетті болуын сақталуын қадағалаймыз эскиздік жобасында. Эскиздік жобасында объект салынбастан бұрын. Болмаса қабылдамайсың. Бұл эскиз мысалы инвалидке арналған мысалы ол нулевой уровеньде болса есік кіреберісі одан енді пандусын талап ету мүмкіндігі жоқ. Бірақ оның ішіне бірақ біздер міндетті түрде жақын жерде инвалидке автокөлік қою орны соған сәйкес мысалы барлық шараларды қарастырамыз болуын міндетті түрде. Ары қарай оны қабылдаған уақытында оның ішіне ответственный өзі қол қояды, жауапты, ішіне технадзор қол қояды, автоский надзор қол қояды. Осы жобаға сәйкес жасап жатырмын деп бәрі. Соған сәйкес подрядчик қол қояды, мысалы мердігері. Содан кейін декларация соответствующий сақталады. Ол дейтін газдық бөліміне басқаша соған сәйкес сәйкес бөліміне жолданады. Сәулет бөлімі тарапынан тек қабылдау актісін тіркеу ғана құзырлы, тіркеу ғана бөлімге. Оны бар, бізге тек қана бір күннің ішінде соны тіркеу керекпіз өзімізге. Осындай объект, осындай көлемде қабылданды деп. Ол акт приемканың алдында бөлімге архитектура прием комиссия жіберместен бұрын декларация өту керек. Декларация өткеннен кейін ғана акт приемкасын жолдай аласыз бізге. Комиссияға сұрақ қойыңыз. Орындамаса да тіркеу бересіздер? Орындама бізде орындалған, орындалмаған бар қадағалау мүмкіндігі берілмеген бізге. Түсіндіріп айттым ғой мысалы. Заң бойынша қалай протоколға енгіземіз, сосын береміз, мынандай болмау керек. Контроль, кто с вами получается, никто не делает контроль, Шапирович. Сейчас просто смотрите, да, в чем в целом проблема по Бегунута расписывается. адаптации, да, в целом. Проблема в том, что для предпринимателей, юридических лиц сделали все безбарьерные. То есть, когда адам бүгін объект музей қабылдайды, технадзор қабылдайды, здесь государственный орган минимизирует участие. Единственный орган, который адам штраф қозғайтын и может до суда дойти, это департамент труда. Все органы архитектуры, собезы, мы все эти документы собираем и отправляем в департамент труда. Департамент труда автоматом что говорит? Он говорит, опять же, мораторий у меня. Пишите, пусть заявитель, неправительственная организация пишет, сосын барып тексереміз қайтадан деп айтады. Сол жерде жалобы проблема нормативный-правовой актілерде. Изначально, когда проект готовится, там жестче болса, там все снипы нужно менять. Сіздер өздеріңіз қандай бір ұсыныс бермейсіздер ме? Министрлікке 3 жыл бойы беріп жатырмыз. Қазір вообще негізгі момент тұр, министрлік трудадан 60 айын деп жатыр. Мен сізге просто алдын ала айтайын, хотят передать миру, Министерство индустрии. Почему? Потому что они являются специалистами в этой сфере. Как раз туда хотят включить архитектуру, газ, чтобы они объект принимали, когда уже формировать эткен кезде қаулы өзі осылар айналысады. Біздер как-то орган такой. Өтініш жолдайсыз, азамат мәліметті өтініш 3 жылда беріп қана письмоңызды құпия болмаса маған беріңізші. У меня такая рекомендация госорганам, да? Можно, чтобы вы приходили не с похваляшками, а с теми проблемами, которые есть и которые действительно общественный совет может вам помочь решить. Такое предложение. Теперь вот победа надо мной стоит, передайте, пожалуйста, ей. Микрофон. Атырау облыстық мүгедектер қоғамы Тыныштық Победаны Ищановым төрағамын. Менде бұл жерде Айбек поднял вопрос доступности. Биыл мына 22 жылы мына бірнеше жыл бұрын мына мүгедектерден дейтін көп не түседі, жалобы түседі, доступность жоқ деп. Мына Гүлназ Қосмұрзиева у нас доступный Казахстан дейтін корпоративный фонд цифрмен дейтін кезінде 19 жылы осы қаладан 3200 объект Гүлназ Қосмұрзиева дейтін сама промониторила. Этот договор бізбен был составлен, біздің мекемемен. Мына қала бойынша 3200 нені объектті мониторить етіп, мына неге инваговқа салынды. Енді біздер дейтін мына объекттар недоступен деп айтқан соң, мына Горсовет в прошлом году лот объявил. Мына біздер дейтін жаңа айтып отырсыз ғой, заңнамалықты өзгерту керек. Если объект недоступен, оған ешқандай штраф сала алмайды, тем более частникке. Ол үшін дейтін мүгедек жан
барып ана объектке кіре алмаған соң, ол дейтін департамент трудаға жалобы береді. Заявление тастағасын барып, тек ана мекемені штрафқа салады, я болмаса жаңағы к ответственности привлекаюсь. На данный момент вот такое законодательство. Сол себептен Горсовет к нам навстречу пошел инвалидам, он объявил лот. Но в тех спецификациях біздерде үш жаңағы мүгедек жанды біздер должны были трудоустроить. Это же бір коляскедегі отырған, глухонемой, сосын жаңағы слепой адамды. Осы үш адамды дейтін жұмысқа алып, мына 3000-ның үстінде объекті біздер биыл 22 жылы зерттедік. Акимат города Атырау очень хорошо знает, потому что біздерде көп государственный мекеме есікті ашпай, мына школы, институты у нас, спортивные эти сооружения, біздің кісілерді кіргізген жоқ. Сендер кімсіңдер бізді тексеретіндей деген. Осы сол немен дейтін талай Горсовеспен біздер дейтін жаңа хат алып, жаңа біздер имеем право зерттеуге деп, біздер ол объекттерді зерттедік. Үш мүгедек дейтін қол қойды актқа. Действительно, он доступен или недоступен, или частично доступен. Жаңағы скользящий пандус. Мына біздер в прошлом веке не живем. Мы уже, дай бог, уже 22 векке басыватыр. Мына дейтін Брайль дейтін, это жаңағы азбука Брайля, это у нас вчерашний день. Біздерде қазір звуковое сопровождение керек, потому что инвалиды по зрению сейчас Брайлем никто уже почти 80%, даже 90% скажу, не знает азбуку Брайля. Он слепой болғанымен, ол қазір звуковой немен дейтін оқиды, звуковой жаңағы программаны қабылдайды, сол себебі дейтін біздер звуковой фиксацияға көшу керекпіз. Мына айтайын дегенім, акты эти у нас подписаны 3 инвалидами. Жаңағы колясочник Космурзиевой я на работу взяла. Космурзиевой. Сосын у меня Аманов Мирас, инвалид первой группы по зрению, незрячий нет. Мы провели глухонемой, Ким Малик дейтін. Для них в какие объекты они не смогли зайти, олар соны дейтін, біздер фотофиксация жасап, акт жасап, қолымызды жіберіп, қойып Горсовеске тапсырдық. Горсовет в дальнейшем они в департамент труда отправляли. При Гульнар Женисқалиевне департамент труда бір талай уведомление жіберді. Мына біздің актке основываясь. Так что работа какая-то шла, но это только начало работы. В этом году надо еще раз такой же год объявить. И уже конкретно готов на любой объект. Может, кто-то уже сделал. Может, жаңағы он действительно стандарту сәйкес емес шығар. Біздер визуально заходили, мы не могли попасть, а сейчас мы должны уже действительно, там человек-специалист должен быть, мы будем уже других специалистов действительно подключать. Если, конечно, этот лот объявят, и этот лот мы выиграем дегенде. Вот в таком плане. Сұрақта азайта берді. Мәдениет, сіз бағана бір айтып отырсыз, сосын заңды башы. Кезектесіп беріп. Сіз сөйлейсіз ғой, сөйлегенде айтсаңыз да болады. Жоқ, мен просто сравниведім. Смотрите, в принципе, да, вот сіздің докладыңызда келді, и то усеченный келді. Сіз жаңа докладыңызда айтыңыз, в принципе, работа должна идти по национальному плану. Дырской, да? Принят национальный план до 2025 года по улучшению качества жизни и по защите прав инвалидов и незрячих. Сол жеті направлениемен жазылған план. Өте жақсы план. Сіз тек қана в основном услуганы айттыңыз да, и в основном вот тек одной строкой вот про этот национальный план. Айттыңыз, что есть областной план. Но біздер оны көріп отырған жоқпыз. Менің сұрағым, сол областной планды общественный советке жеткізіп, біздер кішкентай қарайық, не жазып отырсыңыз сіздерді. Вот. Енді вот сейчас перекос пошел, бір сағат мен қарап отырмын, да, бір сағат тек қана пандус обсуждаем. И каждый раз жиналыста этот пандус у нас возникает. Поймите правильно, что доступная среда это не только пандусы, не только кнопки, не только тактильные дорожки, да? Это еще и, допустим, одна большая проблема, кроме всех прочих, я скажу, да,
те люди, которые живут выше первого этажа, во многоэтажных домах, они не имеют доступа вообще вниз. Они вообще годами не выходили, до тех пор, пока общественники не создали свои НПО и не начали их вывозить, да, и не взяли их в свои члены, и не начали с ними работать по социализации. Я хочу сказать, Азамат Саматович, вот по социализации вообще у вас что-то, или это вам не полагается? Профилактика и предупреждение инвалидности тоже не было освещено. По образованию, в принципе, только цифры одни пошли, да? А ведь инклюзивное образование, это же огромный, вопрос, да? Сюжетмен тек просыраған бар, по образованию, да, басқасын айтпаймын, там доступность, да, оны айтпаймын. По образованию, мына тьютерлердің ақшасы көбейледі ме, жеткілікті ме, сколько у нас вообще обучается. Кадр образования шақырған жоқсыңыз, да? Негізі спискіде бар еді. Управление образования. Сколько у нас инвалидов, детишек обучается, сколько тьютеров нужно, достаточно ли этих тьютеров, да? Потому что основная нагрузка при обучении детей-инвалидов в школах ложится на тьютеров. И ақша беріледі ме сол тьютерлерге? Ақша жеткілікті ме? И тағы бір сұрағым, Азамат Саматович, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Жұмыс істеліп жатыр, планы идут, программы идут, прям көп не жұмыс жасалып жатыр. Но сіз өзіңіз, вот просто как человек, да, вы довольны результатами вот этой всей работы, да? И почему тогда, если мы все так довольны, и вот сидим здесь в теплых кабинетах, да, почему наши инвалиды так плохо живут? Почему вы не ставите вопросы повышения пособий? Почему ставите, да? Ну вот надо было сказать. Я вот это ждала. Понимаете, потому что ақша болмаса инвалидтерде, да, олардың жағдайы өзгермейді. Ну вот вкратце, собственно. Я думаю, по первому вопросу профилактики инвалидности и по поводу образования мои коллеги на это скажут по здравоохранению, потому что это реальная проблема. Почему? Потому что я вот могу однозначить, я вот единственное слежу за одной цифрой. Вот всегда вот коллегам говорю, дети инвалиды. Вот я не совру, да, в 21 году в мае назначится, я в сентябре один раз видел, 2068 человек, детей наших. Вот сейчас оно 3351. То есть эта цифра каждый день увеличивается. Несмотря на то, что республика там, местным бюджетом денег выделяет, вы правильно отметили, реально нужно возвращать эти вещи. Не только здравоохранение, но и общество, я не знаю, здоровье, жизнь, ссоры, а много других факторов, да? Эта цифра реально растет. В целом, то, что касается, говорите, довольны ли или недовольны, мы всегда работаем, думаем, как государственный случай, в любом случае, что мы стоим по приоритетам, у нас есть определенные функции, есть определенные полномочия, есть определенные программы, задачи, поставили долг государственной активности. Мы стараемся те задачи, которые поставили перед нами, максимально, еще раз говорю, не 100%, а максимально выполнить. Есть такие моменты, которые 100% не решить, это мы должны открыто говорить. Один из этих проблем – это кедельские территориальные проблемы. Почему? Потому что есть объекты и 80-х, 70-х, даже есть объекты новые, которые до сих пор строятся и с нарушением. Не считая частный бизнес, это государственный секtor. Почему? Потому что проблема нормативных актов есть. Сейчас многие госорганы не могут вмешиваться в бизнес. Есть моратории различные, озвучил и по трудовому вопросу, по доступности. Много есть ограничений, вы должны тоже понимать. И я думаю, такая площадка, вот общественный совет, момент не рекомендательный характер, а ассалаумағалейкум. Қоғамдық кеңестің төрағасы Нашим Шапиқұлына әлеуметтік саласы бойынша жасалған рахмат. Барлық осында қатысып отқан мына мүгедектігі бар жандардың мәселесін осы биылғы жылда мына облыстық қоғамдық кеңестің
бірінші өзекті мәселесі қойғандарыңыз көп рахмет. Менде жалпы бір 2-ақ сұрақ бар. Соған жауап алсам болды. Мына жерде бағанадан бері айтып жатыр ғой, мысалы мүгедектігі бар жандардың манағы құқығын қорғау ең бірінші мәселе. Біздер қазіргі уақытта қала жөнінде жеткілікті айтылды да, ал енді облыс бойынша да осы мүгедектігі бар жандардың вообще әлеуметтік осал топтағы жандардың құқығы вообще қорғалмайды. Оны азамат саматты сіз енді осы Атырау облыстық әлеуметтік бағдарламалар және еңбекпен қамту мекемесінің ең жоғарыда тұрған басшысы болғандықтан сізге қойылатын сұрақ бізде. Мен мысалы аудандарға көп шығамын. Біз күні кеше Индер ауданына барып келдік. Оған дейін былтырғы жылы күзде бізде салық комитеті деген бар, салық комитеті. Сол салық біздерде мысалы мүгедектігі бар жандарды, оның ішінде бар өздеріңіз естіп жатсыздар да, көзі көрмейтіндер бар, құлақтары естімейтіндер бар, кадастр тұтқандар бар. Сосын көпшілігінің жаңа мына әлеуметтік желіге, мына көшесіне Айбегіміз айтып кетті, әлеуметтік желіге жаңа үйреніп келеді. Осы былтырғы жылға дейін, оның алдыңғы жылдары вообще әлеуметтік желіде біздер қосылып информация алуға мүмкіндік болған жоқ. Әлі де солай. Біздерде ең бір кемшін нәрсе, мысалы мүгедектігі бар жандарға мысалы жеңілдік бар дейді, салық бойынша мысалы бір машинаға, бір үйге мысалы мойнында болса оған налог салмайды. Бірақ оның ішінде де әртүрлі өзінің баптары бар да, мысалы машинаның объемы 4-тен асып кетсе, оған кім ол 1 болсын, ол 2 болсын налог салынады. Біздерде осындай налог салынған уақытта сізге налог салынды, сіздің мойныңызда осындай машина бар, не бар деп айтылмайды. Ол манағы 1 жыл өтеді, 2 жыл өтеді, ана ақша дейтін миллион жарымға барады, сол кезде барып шақырып алып айтады. Сізде мынадай ақша бар, мойныңызда қашан төлейсіз дейді. Ол жағдай мен былтыр осында ноябрь айында келді, бірінші көп мүгедегі Индер ауданынан Әділбек Роза деген бірінші көп мүгедегі. Мен сонда өзім мына қасымдағы көмекшім бар, екеуміз, сол анасының қызы бар, екеуміз біздің Атырау облыстық салық комитетінің басшысының алдына барып, сол кезде олардың айтқан бізге әңгімесі. Сонда біздер әлеуметтік осал топ болайық, мүмкіндік шектеулі адам болайық, біздер адамдардың жоқ сияқты бізге айтады. Қайда барсам онда бар, біздер ондай манағы хабарлама беруге, ең болмаса телефон арқылы SMS беруге болады ғой. Оның қызы бар, оның ұлы бар. Көрсеткен уақытта айтады ғой, сізге апа, сізге мама, сізге осындай SMS келді, бізде налог бар екен. Сол кезде уақытында білсе, бағанағыдай үлкен ақшаға мойнына ілінбейді, ол күйзеліске түспейді ғой. Ал сонда есептеп қарап, бір айда төлейтін ақшасы 28.000 теңге ақша екен. Ал соны мысалы уақытында ескертсе, ал енді соның құқығын қорғайды деп барсақ, банағы бүйтіп ат жөнін ұмытып қалып отыр. Мен былтыр ноябрь айында бардым, өзім 4 адам болып, сонда маған айтқан, қайда барсам онда бар дейді. Біздер тек қана министрліктің бағаланамыз. Біз облысқа ешкімге бармаймыз. Енді мына мүгедектігі бар жандардың құқығын қорғайды. Сіздерге бармағанда басқа қайда барамыз біз? Енді осындай сұрақтарды мен қай жерлерде көтеріп айтып жүрмін, бірақ қанағаттандырарлықтай жауап болған емес. Сосын енді ауылдық жерлер, аудандық орталықтарда, ауылдық жерлерде мүгедектігі бар жандар көбі ешнәрсе білмейді, ешнәрсемен бейхабар. Табанада айтып отырсыздар болса, мониторинг жасап жатырмыз. Сіздер бір жалпы бір ауыз толтырып айтатындар цифр айтасыздар ғана. 1200, 3000, 3000, 4000 дейсіңдер де, бірақ ол цифрдің артында мүгедектігі бар жандардың тағдыры жоқ ана жерде. Оның үшін ауылдық жердегі адамдарымыз. Мен өзім кеше күні келсе, маған шықты, мысалы, осы мына Ортақшыл ауылының әкіміне көп рахмет. Сол ауылда тұратын 83 жастағы шал, кемпірі 78 жаста кемпірі жүрмей қалған. Шалдың әлі келмейді, қолында балдары жоқ. Сол кісіге коляска керек астар. Көмекші қатындармен дегенде барып, үйлерінің сетін көрсек. Анау дейтін коляска апарып берген күннің өзінде де ана кісі коляскамен жүре алмайды дейтін ішінде. Осындай мәселелерді нақты көтеріп, мүгедектігі бар жандардың мәселесін тек қана қала төңірегінде ғана айтып қоймай, сол арқылы көзге түспей, ауданға да шығып, ауданға да шығарыңдар, ауданда да бар райсебел. Мен осы инвентарь мәселесін көтерген уақытта да, былтыр өзіңіз болдыңыз азамат саматұлы, октябрьдің 20-сы күні жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша шығып кеткен заңмен кемшілік туындап, сол кезде облыс шығарып, осы әкімдіктің алдында кездестік. Сол кезде осы инвентарь мәселесі Индер ауданында да көтерілді. Вообще аудандық жерлерде инвентарь мәселесі вообще қаралмаған. Мен жауап, мен сіздерге бірінші сұрағым сол. Неге мына мысалы бізде мүгедектігі бар жандарға облыс бойынша бір не беретін бір жүйе жасау керек қой. Хабарлама беріп отырады уақытты. Сосын екінші сұрағым, портал деп айтып жатсыздар ғой, портал біздер осындай цифрлизация жүріп жатыр, портал. Осы мен былтыр осындай инвентарьға байланысты жалпы мен әлеуметтік салаға бөлінетін қаржыны
мына ол кезде мына қазіргі ана жеңіс қыздың орнында нұрлы қоғамымыз отырды. Сол кісінің алдына барғанымда маған біздерге қанша біздер бола ма осындай нәрсеге қанша ақша бөлінді, осыған қанша ақша бөлінді дегенде маған қарсы шыққан өзіме. Бәрінше сендерге ештеңе айтуға біздің құқығымыз жоқ. Сендер оны бүлге қақылар жоқ дегенсін барып мен антикоррупционный комитетке арыз жаздым, оның бәріңізді білесіңдер. Сонда мына сол кезде айтылды. Сосын осы бір жиында да кездескенде сізден сұрадым. Неге мына инфотакси порталға неге салынбайды әлі күнге дейін? Осы қазір айтып отырсыздар, 2 айға провинция бердік, 3-ші айда тендер ойнатты. Сол тендерді ойнатпай-ақ, ана неге министерствоға жіберіп жатырмыз енді. Неге сол жіберген документ қолдарыңызда болса, мысалы министерствоға біздер осындай ұсыныс бердік, осындай кемшіліктер бар, осыны бізге түзетіп беріңіз деген қолдарыңызда осындай документ болса, бізге шығарып беріңіздер. Сол кезде біз барып сенеміз де, ол былай уақытта ауызша айтылып, айтылған әңгіменің бәрі біздер сенбейміз оған. Сондықтан осындай мәселелер болса жауап берсеңіз. Рахмет. Бірінші мәселеңіз бойынша мен түсінуімде салық департамент мәселесі бар солай ғой, да? Вообще, негізі мен салықты мысал қылып айттым. Жаңағы салық емес ол. Барлық мысалы больницаға барсақ та, больница мына біздің вообще медицина саласы. Ең күрделі мәселе. Мына Атырау облысы бойынша соның ішінде мына мүгедектігі бар жандар медицина саласында. Осы өткенде тұрмысы жақында келетін бағдарлама болды. Ол жақтың басшылары келмей қалды. Мана неге сол бағдарламаға. Ол да бар ол жерде. Сол жердің бәрінде мүгедектігі бар жандар. Ол кімнің қарамағында мүгедектігі бар жандар, көпбалалы аналар, жалғыз басты аналар, болмаса осы ортада облыс әуезінен қазақшалап айттық, облыстық еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар. Бұл сіздерге тиесілі нәрсе бар. Рахмет, сіз бізді полномочияңызды беріп қойдыңыз. Бізде нақты қолданыстағы заңдар бар, өзіміздің функциямыз бар. Яғни 45 жер жоқ, мына айтып отырмын, егер сіз анда барып салық бойынша мәселелеріңіз болып кетеді. Салық департаментінен болмаса прокуратура деген орын бар бізде. Жалғыз надзорный орган бар, прокуратура деген. 24 сағат қабылдайды, колл-центрі бар, сол жерге барып барлық құқығыңызды қажетті бұзуды айтсаңыз, олар сізді қорғайды. Енді екінші мәселе бойынша не? Анаға колл-центрді сен көтермейді. Мен колл-центр емес ол. Сенің бұл облыс бойынша ғана колл-центрлер ғой, республика бойынша. Оны кеше мысалы қар игерілген адам уақытта Шәріпкен Серік Жамбылұлы Атырау жарықпенен қала әкімінің өзіне сол кезде осы сұрақты қойған колл-центр көтермейді. Сол айға дейін мүмкін қазір көтеріп жатқан. Екінші мәселеңіз бойынша мана айтып отырсыз, әр салаға қандай ақша бөлінбейді. Бізде жалпы әр мемлекеттік органдар қазір ашық бюджет бар. Біздер оны Фейсбукке, Инстаграмға саламыз. Егер сіз мысалы қызықтырып сіз қарайтын болсаңыз, біздің өзіміздің басқармаға қарасты айтайын. Барлық осы орган салады қазір ашық бюджет деген бағдарламалар. Біздер барлық бюджетке әр адамның қуатының орнында салады. Қай бағдарламада қандай ақша бөлінген, қай бюджеттен бөлінген, бәрі тұрады ашық бюджет деген арнайы бар. Оны біздің госслужба тексереді, саласында салады. Сосын мына үшінші мәселе бойынша мана таксиді айтып отырсыз енді. Ол да бір жақсы өзекті мәселе, неге айтқан мәселе алдын ала айтайын. Министрлікпен қазір әлеуметтік кодекс аясында осы такси қызметін біздер министрлік портал арқылы енгізу жоспарлап жатыр. Қазір екі оператормен сөйлесіп жатыр, Яндекс такси мен Индрайвермен. Егер де осы екі оператормен бірімен келіскен жағдайда осы мәселе тиісті порталдың пункті енгізіледі. Келесіде емдердің мәселені таңдап заказ беріп істей аласыздар. Ол ешқандай проблема жоқ. Салықты бәрін айтқанда сіздер ақшаны тұрағым жоқ. Мүгедектігінің құқығын кім қорғайды сонда? Мысалы, мана адамдар бара алмайды. Мен барып кіресізді, мен барып әкімдігіңізді. Ана кісілер қалай барады? Ол кісілер жақсылап қайтты ғой. Я болды жарар. Азамат Саматовичтің бір сұрағы бар, ССУ бойынша. Біздер Испожда ССУ номер 1 дейсіз, да? Онда бағана себептер... ССУ номер 3-да 18 жасқа дейін бала болады, сосын одан кейін сарайшыққа ССУ номер 1-ға кетеді. Пока они находятся в ССУ номер 3 происходит, у них открыт счет в УБС банк, устроить Сбербанк раньше, на жилище, да? Когда они переезжают в Сарайшик, у них этот счет
здесь получается так, что они уже на жилье не могут претендовать. Вот в этом вопрос. В качестве кого не могут? Сколько получается? В качестве инвалидов? Почему не могут? Потому что у них нет счета. Я говорю, что эти счеты переносятся на Сарайшек. Счет переносится на Сарайшек, но уже вот Басбанк был, Казпочта была просто. Просто текущий счет Казпочты был. Қандай болмаса, как может быть? Сосын олардың опекуны уже бағана Сарайшықтың директоры болды. Правильно? Всеми вот этими деньгами распоряжается директор. Он сам распределяет. Не просто распределяет, есть специальные нормативные акты. Есть удержание государства. Почему? Потому что государство берет себе на опекунство, то есть оно берет обязательства за содержание, за другие подобные. То есть есть определенные нормативные акты, там не просто директор хочет. Хорошо, насчет именно жилья мне интересно, и сколько детей вообще с интерната бесхозного дети получили жилье вообще? Объективный сұрағы көтерілді. Қазір дейтін департамент тұрдан тыңдаймыз.